Армысыздар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сыныптан тыс жұмыстар. Қандай пән болмасын, міндетті түрде сыныптан тыс жұмыстар жүргізіледі. Сыныптан тыс жұмыстар ол оқушының пәннен алған білімдерін жәнегі тереңдетуге, білім деңгейін байқауға, пәнге деген қызығушылықты арттыруға, жәнегі ізденуге, тапқырлыққа баулиды. Сыныптан тыс жұмыстар көбінде мектептерде үйірме жұмыстары болады. Оның ішінде көркем еңбек пәнінде үйірме жұмысы жәнегі факультативтіктер, факультатив сабақтары көп болады. Себебі жалпы мына біздің өнерде, оның ішінде мына көркем еңбек пәнінде білім беру бағдарламасына сәйкес сағат саны аз болғандықтан көбінде осы үйірме жұмыстармен факультативтік сабақтарды көп ұйымдастырады. Оған арнайы жәнегі әр сыныптан қатысқысы келген оқушыларды қабылдайды. Оған пән мұғалімі сабақ береді. Бұл үйірме жұмысы сабақтан тыс уақытта, ол жәнегі аптаның бір уақытында оқушылардан сабақтан тыс келіп, өздігінен қатысып, жәнегі шығармашылықпен айналысуларына мүмкіндік береді. Сондай бұлар енді көбінде бұны неге қатысу ол белсенді өткізу мақсатында жүргізіледі. Үйірме жұмысының негізгі әдісі оқушылардың өз бетінше, өздігінен іс-әрекетке машықтану болып табылады. Мысалға, көп оқушылар әртүрлі нәрсеге қызығушылықтары болады ғой. Қазіргі уақытта робототехника, жәнегі неге байланысты, біздің негімізге байланысты домбыра үйірмесі болады мектептерде, халық биі, вокал деген сияқты өнерге байланысты, бейнелеу өнері, шахмат, сонан кейін спорттық түрлердің, мысалға волейбол, баскетбол деген сияқты, тоғызқұмалақ қазіргі уақыттарда өте көп, робототехника деген сияқты мектеп оқушылары қазір барлық мектептерде осындай сыныптан тыс жұмыстар өте жақсы ұйымдастырылған. Сондықтан осы сыныптан тыс оқыту ол пән мұғалімі, сынып жетекшісі өткізеді, кітапханашы, ата-аналарда өткізуге мүмкіндік бар. Не болмаса арнайы орталықтар. Әр ауданда, мысалы біздің өзіміздің бір Алматы қаласының өзінде әр ауданда оқушылар үйі бар. Оқушылар үйінде, оқушылар сарайы деп айтамыз, әр ауданда бар қазір. Соларда жәнегі аталып өткен әрбір оқушылардың қызығушылығына байланысты жәнегі сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырылады. Ол жәнегі сыныптан тыс жұмыстар оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу, білім беруге, тәрбие жұмысына, көркем өнер әрекетіне баулу, сонан кейін дене шынықтыру мен сауықтандыру жұмысымен айналысу, сонымен қатар топты, жеке дара жұмыстар істеуге мүмкіндік береді. Мысалға, арнайы мектептерде, мысалға біздің өзіміздің Алматы қаласында, жалпы айтайық Қазақстанда, әр аудандарда, әрбір аймақтарда, облыс деп айтамыз ғой, аймақтарда өзінің жәнегі тұрақты мекен жайына байланысты сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырылады. Ол айтайық бізде тереңдетілген мектептер бар да. Физика, математика мектебі бар, жәнегі әдебиетке бағыттайтын арнайы, жәнегі Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп бар, химия, биология мамандандырылған мектептер бар. Міне осылардың барлығы мына өздерінің бағыттарына байланысты, сол оқып жатқан нелерге оқушылардың сол мектептің таңдаған бағытына байланысты сыныптан тыс жұмыстарды өздерінің пәндерін жәнегі мына типтік оқу жоспарынан бөлек пәндерді де енгізіп солай оқиды. Сонымен қатар мына көркем еңбек пәнінде сыныптан тыс жұмыстарға мына саяхат жатады да, саяхат сабағы. Себебі біз көбінде біздің көркем еңбекте берілген
өнер түрлерінің барлығын біз музейлерден аламыз, мұражайларға саяхат жасаймыз. Мысалға, онда біз ондағы бару мақсатымыз не? Ондағы бару мақсатымыз жәнегі еліміздің тарихымен танысу. Мысалға, біз сабақта барлық 1-45 минутта түгелін қамтып үлгермейміз. Сол үшін біз жәнегі мұражайларға саяхатқа барып, сондағы тарихи мұраларменен танысамыз. Мысалға, көне киімдер, көне қару-жарақтар, көне қол өнерлері, не болмаса жаңа жәнегі өзіміздің көркем өнерге байланысты, айтайық, даже біздің Алматы қаласындағы Қазақстан мұражайына барсаңда, және Кастеев мұражайына барсаңда, сонан кейін Класс мұражайына барсаңыздар, қай-қайсында болмасын, Астана қаласындағы үлкен республикалық мұражайға барсаңыздар, осы Қазақстанымыздың тұнып тұрған нелерін, өнерін бәрін көрсетеді. Ондағы көне ыдыстар, көне дәуірлерге ыдыстардан бастап, көне дәуір киімдерін, көне дәуір қол өнерлерін, содан бастап қазіргі заманауи түрлеріне дейін сол осы мұражайларда көруге болады. Сондықтан көбінде оқушылар осыған байланысты мұражайларға саяхат жасайды. Сонымен мына үйірме жұмысы көбінде тікелей тәрбие жұмысы менен тікелей байланысты. Онда арнайы жоспар құрады. Сол жоспар мектептің әдістемелік кеңесінде, сонан кейін барып мектептің жәнегі педагогикалық кеңесінде бекітіледі. Соған жауапты мамандарды, мысалға психологтар, мектептерде қазір өте көп жеке, мысалға барлық мектептерде психологымыз бар да, соның өзінің жоспары болады, оқушылармен қалай жұмыс істеу керек екен, қандай тақырыптар таңдау, қыз бала үшін қалай, ұл бала үшін оларға қандай жәнегі әрекет жасау керек, сондай өзінің жоспары болады. Сонан кейін даже мектеп медбикесімен де осылай тәрбие жұмысына, кітапхана, көбінде енді мына кітапхананың қазіргі уақытта біздің оқушыларымыз көп кітапханада кітап оқымайды, но дегенменен бірақ оны көруіміз керек, оқуымыз керек, өзара белсенді болып жәнегі нелерді өзара сыныптар арасында сайыс өткізуіміз керек, сондықтан ол қажет. Содан кейін жас ұлан үйірмесі, соныменен мына неге байланысты жәнегі ата-аналар комитеттері де мысалға өзара қазіргі сынып сағаттар болады ғой, әр сейсенбі сайын мектептерде сынып сағат өтеді. Сол сынып сағаттарда көбінде және неге байланысты мына сынып сағаттарында патриоттық тәрбие беру, жәнегі отансүйгіштікке тәрбиелеу, мына жалпы заманауи бағытқа, оған жәнегі елікті діни әртүрлі бағыттарда осы ол тәрбие сағатында өтетін болса, ал үйірме жұмысында көбінде және біздерде қол өнерден өздеріңіз білесіздер, жәнегі робототехника жақсы дамығанда, соған байланысты робототехникаменен айналысады, сонан кейін қол өнерменен айналысады. Оның ішінде домбыра, қыз балалар тоқыма, батик, тағы басқалар болады болса, ол балалар жәнегі ағашпенен жұмыс, темірменен жұмыс, зергерлік бұйымдар жасау, ағаштан жәнегі кәдесыйлықтар әртүрлі жасау, міне сондай мақсаттарында үйірме жұмыстары жүргізіледі.